Сәлеметсіздер ме? Салық шегерімі бұл жеке табыс салығын есептеу кезінде ескерілмейтін сома. Яғни шегерімдерді қолдану арқылы сіз жеке табыс салығын азырақ төлеп, көбірек жалақы аласыз. Жеке тұлғаға жеке табыс салығы бойынша салық салынатын базаны есептеу кезінде бірқатар салық шегерімдерін қолдануға құқығы бар. Мысалы, стандарттық салық шегерімдері үш түрлі болады. Бұл ай сайын 14 айлық есептік көрсеткіш, ұлы отан соғысы қатысушылары мен мүгедектер үшін жыл сайын 882 айлық есептік көрсеткіш. Және де мүгедек балалардың ата-аналары, қамқоршылары мен асырап алушылар үшін жыл сайын 882 айлық есептік көрсеткіш. Осы 882 айлық есептік көрсеткіштегі шегерім алу үшін тұлғаға растайтын құжаттар қажет. Ал 14 айлық есептік көрсеткіш жағдайында өтініш жеткілікті. Өтініш ай сайын емес, бір рет жазылады. Әдетте еңбек шартын жасау кезінде күнтізбелік жылдағы стандартты шегерімнің жалпы сомасы 168 айлық есептік көрсеткіштен аспауға тиіс. Біз салық шегерімдерінің түрлері туралы ғана айттық. Келесі видеода 14 айлық есептік көрсеткіш шегерімін қолдану туралы айтып береміз. Түртіп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.